Қазір мен сіздерге Pinduoduo сайтымызға қалай карточка енгізу екенін көрсетемін. Приложениемізге кіреміз. Одан кейін астында өзіміз личный кабинетімізге барамыз. Мына смайликке. Сосын мына жерде мынандай қытайша жазуларға басамыз. Мінекей бізге осындай окошко ашылды. Мына жердегілер бәрі Қытай ішіндегі карточкалар белгіленген. Бізге асты керек. Мына жер міне виза, мастеркард деген жер. Мына жерде міне фотоаппаратты басып суретке түсіріп алуға болады, немесе қолмен жазуға болады карточканы. Мінекей суретке түсірілді. Қызылды басамыз. Одан кейін астындағы тағы да қызылды басамыз. Сосын мына бірінші жерге өзіміздің карточка бойынша атымызды, фамилиямызды жазамыз. Мінекей жаздық. Енді астына срок годностімізді жазамыз. Жылымызды бірінші. Одан кейін айымызды жазамыз. Астындағы карточкамыздың артындағы CVV кодымызды 3 цифрлы соны жазып и қызылды басамыз. Мына жерде осындай окошкалар ашылды. Бұл төлем паролі дейді. Бұл жерде біз өзіміздің төлем паролімізді жазамыз. Сол жазғаннан кейін міндетті түрде сақтап қойыңыздар. Себебі алда уақытта сіздер Pinduoduoдан заттарыңызды сатып алған кезде осы төлем паролін сұрайды. Сол себептен бұл төлем парольді қазір өздеріңіз ойларыңыздан жазасыз. Сол ойларыңызға жазған пароліңізді міндетті түрде бір жерге жазып сақтап қойыңыздар. Себебі көбісі ойлайды, сауда жасаған кезде, затыңыз сатып алған кезде осындай терезе шыққанда SMS күтеді. Ойлайды көбісі қазір телефон SMS келеді, сол SMS жазамын деп. Жоқ, бұл SMS келмейді. Бұл бір рет қана төлем пароль. Карточканы енгізіп жатқанда төлем пароліңізді орнатасыз. Содан кейін уже зат сатып алған кезде сол төлем парольді орнатып отырасыз. Ешқандай SMS келмейді. Сондықтан қазір төлем паролімізді өзіміз орнатамыз. Содан кейін тағы да қайталау керек. Екі рет қайталаймыз. И осы төлем паролімізді орнатқаннан кейін сақталады. Үстінде Каспий Голдтан сообщение келеді. Карточка тіркелді деп. Карточканы тіркелгенін тағы да қайдан білеміз? Мына жерге бассақ, біздің карточкамыздың данныйлар тұрады. Мінекей басып көрейік. Мінекей үстіндегі астындағы 0, артындағы 0762 деген өзіміздің карточкамыздың номері. Бұл карточка тіркелді деген сөз. Осылай карточканы осылай тіркеп отырмай, бұны сауда жасаған кезде, төлеуге жіберген кезде, сол жерде де автоматически карточканы жазып, тіркеп жүруге болады. Сосын тағы да не айтайын деген, кейбір кезде айтып атады, менің төлемім өтпей жатыр, мен оплатаға жіберем, бірақ та карточкам бәрін дұрыс енгіздім, бірақ та төлем өтпейді дейді. Ол кезде сіздер карточкаларыңызда, приложенияларыңызда онлайн покупки дегенге рұқсат беріп қойыңыздар. Разрешение жасау керексіз на онлайн покупку. Сосын тағы да бір жағдай, төлем өтпейді, егер сіздің карточкаларыңыз срогы өтіп кетсе. Сол кезде де төлем өтпейді. Сосын мысалы мына карточканы срогы өтіп кетсе, астына мына қызылды басып, плюс дегенді басып, тағы да басқа мына жерге төлем пароль сұрайды, тағы да сол төлем парольді жазасыз. Міндетті түрде жаттап бір жерге жазып алыңыз. Сосын мына жерде тағы да басқа карточкаларыңызды астына енгізіп отыруға болады. Мінекей біз өзіміздің аккаунтымызды тіркедік, адресімізді тіркедік, карточкамыз тіркедік. Ары қарай енді сізге осы Pinduoduoның бүкіл жерін түсіндіріп айтып беремін.